Жамбыл Жабаев, ақын-импровизатор, Қазақстанның ең танымал ақындарының бірі. Ол 1846 жылы 28 ақпанда Шапырашты руынан шыққан Жабай есімді көшпенді қазақтың отбасында дүниеге келді. Отбасылық тарих бойынша Жамбылдың анасы Ұлдан, Жамбылдың атасы Ыстыбайдың ауылы. шапқыншылардан қашып жүрген кезде босанған. Яғни, ұлт мақтанышы Жамбыл тауының маңында, қазіргі Отар станциясының солтүстік шығысында, Шу өзенінің жоғарғы жағында дүниеге келген. Сөйтіп, баланы таудың құрметіне орай Жамбыл деп атады. Жамбыл жастайынан музыкаға және поэзияға ынтазар болды. 14 жасында ол белгілі ақын және домбырашы Сүйінбай Аронұлының шәкірті болды. Сүйінбай оған айтыс өнерінің қыр-сырын, домбыра тартуды және ақындық шеберлікті үйретті. Жас кезінен ақ Жамбыл айтыс жарысында жиі жеңіске жетті. Бұл оны халық арасында танымал етті.